Бәрімізге белгілі, мектепте тентек балалар болады. Сол тентек балалармен арпалысып жүрген мұғалім. Уже дайын ба? Дайын. На всякий. Ноутбуктан көрсетіп саламын. Не? Қоңырау соғылды. Балалар қайда? Тут. Алло? Саечка, привет. Ну, қалайсың? Аха. Саечка. Менде вообще свежий өсектер бар ғой. Сабақтан кейін кездесеміз, я? Саечка, вообще забыл, я. Не ғой? Все балалар қайда? Без водный тут кетті уже. Жарайды, дорогая. Сосын сөйлесеміз, давай. Давай, папа. Тук. Апай, кірсек бола ма? Я, кіре беріңдер. Досым, абырай досым, кет. Апай, қойдаш. Апай, отырсақ бола ма? Я, әрине отыра беріңдер. Апай, походу 8 март келе жатыр ғой. Апайға жігітті гүл сыйлаған секілді ғой, добрая. Дышағай ма? Дышағаймен көрдік қой алдында. Апай алдында сіз дышағаймен көрдік қой. Апай шынымен де отыра берсек бола ма? Әрине отыра беріңдер. Апай, біз жаңа асханада дайындалдық қой, қандай сылтау айтамыз деп. Ұрыссаңызшы бізге. Апай, ұрыспайсыз ба не? Біз дайындалдық қой, апай, ұрысыңызшы, пожалуйста. Отыр сені ғой сендерге. Отыр. Едеме, тұр едеме. Тұр, тақтан сүр. Апай, менің тақтан сүрте береміз. Ерболат, тұр орнына. Тұр, отыр, неге тұрсың? Апай, біз шыдай болып кетті ғой что-то. Едембек, жылдам. Өлетін ұтық қой. Апай. Өлтіресіңдер бүкіл. Ерболат, тұр орнына. Тұр. Үй тапсырмасы қандай болды? Үй тапсырмасы Абайдың өлеңдерін жаттап келу. Бірақ апай, мен Абайдың өлеңін жаттаған жоқпын, Мұқағалидың өлеңін жаттадым. Мұқағалидың қандай қатысы бар? Жарайды. Ой, тырысып, жаттап декен. Қараңғы тыныштық өңгерген, сен шықтың арғы бөлмеде. Кім шықты арғы бөлмеде? Тоқта. Ердемек шықты. Кім шықты? Мен шықтым, апай, мен шықтым. Сен неменеге шығасың арғы бөлмеде? Ерболат айтып шық деп маған. Шеш, дымағыңды шеш. Киіммен емес дедім. Шеш дымағыңды. Шеш. Сен неменеге ұйықтап тұрсың? Сен неменеге ұйықтап тұрсың? Тұр орнынан. Ой, сум ағып кетті ғой. Без газ. Кетші. Сендер бүгін мені өлтіретін болдыңдар. Вообще, қызме самалшын тимирімді қызғандай. Апай, ол әсемді органнан бола ма? Я. Ал, үй тапсырма. Тұр орнына, кім саған отыр деді? Отыр. Тұрып отыра береміз. Тұр орнына. Үй тапсырмасын айтамыз. Үй жұмысы, Абай күз. Не күз? Қазір қыс емес па? Сұр бол. Қандай сұр бол, а? Абай свет кетіп қалды ол свете. Неге бүкіл қалада свет болады екен? Сенің үйінде свет болмайды, а? Есіме түсті. Сұр бол, қаптайды аспан. Тағы кетіп қалды Абай свет. Жаттауын үлгермей қалдым. Ердемек? Сендер немене сабақтасыңдар ма? Қайда жүрсіңдер? Абай темекіне шығып тұр Ердемектен. Мұнда келші. Кел мұнда. Абай керек емес. Мұнда кел. Абай керек емес. Мұнда кел. Абай. Көзіме қара. Абай керек емес. Абай. Мұнда кел. Мұнда кел. Өрлеш. Өрлеш. Не болып кеткен?
чуза иіс мынау, а? Мұрныңызға келіп тұрған иіс қой. Қайдағыны айтпа. Ол мұрындағы иіс емес, ол сендер. Отыр орнына, жарайды. Ал балалар, бүгін біздің көзіме қара. Көзіме қара. Апайдың көзіне қарама. Иіс қойсын. Қара дедім саған. Иіс қоясың, көзіне қарама. Шығарына дәптерлерін. Тез, давай. Апай, менде дәптер жоқ. Так, бүгінгі тақырыбымыз Ыбырай Алтынсариннің балалық шағы. Ыбырай Алтынсарин кім болған және өлеңін жаттап келу. Ерденбек, қойшы болды. Қойшы болды. Маған удобно солай. Ыбырай Алтынсариннің өлеңін жаттап келу. Жазып алдыңдар ма? Апай, мен дарындымын. Мен Ыбырай Алтынсарин өлең білем. Қойшы, мен сенбеймін саған. Апай, всегда сенбейсіз ба маған? Ал, сенсең бүгінгі саған 10 бал қойып беремін. Ыбырай Алтынсарин, кел балалар оқылық. Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық. Оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар. Іздегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Тиса көйлек үстінде шоқуменен табылған. Адамзаттың бәрі де оқуменен жаралған. Жарайсың. Ерденбек, шынымен де дұрыс айтасың. Осы біз мұғалімдерді құрметтемей жүр екенбіз ғой. Алты алаштың қосылса, төр ұстаздық деп айтылған екен. Сол себепті барлығымыз ұстаздарды құрметтеп, қадірлеп жүрейік. Ізімен жүріп Ыбырайдың ізгілік жолын таңдармыз. Ахметтей олардың сап кеткен жолын жалғармыз. Біз ұстаз деген жандармыз. Сіздермен бірге болған Ыбырай Алтынсарин атындағы Қазақ орта мектебінің ұстаздары, қош сау болыңыздар.